Әдеттегідей ужастарда кейіпкерлер көшпелі қазақ құсап, ана үйден мына үйге көшіп жүреді. Рене қолына 5 кітап алып, сөреге 4 кітапты қояды. Құлағанда 5-еу болып, қара кітап сүрт түске боялып кетеді. Рене баласының ұйқыдан тұрғанын көріп, "Тұрдың ба?" деп сұрақ қойса, "Шағын қосам." Ты встал? Каз Долтон мамасының альбом қарап отырғанын көріп, "Не қарап отырсың?" деп сұрақ қойса, "Шағын қосам." А что ты смотришь, мам? Ал назарды альбомға салайық. Оң жақ бетте бір ғана сурет, ал сол жағында адамдардың фотосы. Дубль ауысқанда жоқ жерден сурет пайда болады, адамдардың суреті табиғатқа ауысады. Знаешь, кто это? Не. Рене Каз ғана басқа бетті ашып, қайтадан бағанағы бетті қарап отыр. Ал Каз мүлдем артқы бетті қарап кетті. Алайда 30 секунд бұрын біздің көзімізше альбомды алға қарай ашқан еді. Енді басқа бетке ашып қойып, баланың жылағанына еліккен кезде қайтадан бастапқы бетке ашылып қалады. Айналайын режиссер-ау, әртістердің альбомды қалай дұрыс ашу керек екенін қадағаласашы, не мынау? Канистрдағы сүт тұрады да, жоғалып кетеді. Сосын қайтадан орнына келеді. Джош шайнекке бара жатқанда кранның иіні солға қарап тұрады. Ал шай құйып тұрғанда ешкімнің көмегінсіз оңға қарайды. Фостер попкорн жеп отырады. Хоп, енді қолына ойыншықтарды ұстай салады. Бірақ сол сәтте оны енді еденнен көтере бастайды. Долтон текпешекке жоғары жетіп қалады да, мына дубльде артқа оралып қайтадан көтеріле бастайды. Джош бөлмеге кірген кезде аю Долтонға тағалып жатады. Ал әкесі оятып тұрғанда ойыншықтың басы жастықтың шетіне кетіп қалады. Сәлден соң орнына келеді және қайта алшақтайды. Радионене арт жағымен құлайды да, өзі-ақ бері қарап жата салады. Ал тігінен тұрған сандықша өздігінен бұрышын өзгертеді. Баланы ұйықтатып қойып тұру керек па? Жоқ, көзін бақырайтып тұрып, камераға қаратып сол сценаны қырықпай киноға қоса салу керек. Рене қолындағыны көріп тұрып, бұл не деп сұрамайтын шығар, а? Что это? Ойыншық бөлек жатады, келесі кадрда қорқып Фостердің құшағына бөленеді. Бүгін алынған грамотаның астына төсеп отырып келген ба, немене білем, мыжы-мыжы. Ілмекті есіктің сыртына қоюдың мәнісі неде? Балаларды қамап қою үшін бе? Сағат 3-ке 7 минут қалады. Бірақ тура сол уақытта бөлмелерінде 11-ден 27 кетеді. Он стоял за окном! Стоял за окном! За окном дегенді орысшадан қазақшаға аударсақ, терезенің артында дейді Google братан. Ал мына әруақ терезенің артында тұрды дегенге сенер емеспін. Мүмкін дубляждан қате кеткен шығар. Дұрыстап аудармайсыңдар ма? Міндетті түрде Казвойс барып аударып беру керек па? Джоштың ақмақтығы әйел бала шағасын жоғарыда жалғыз тастап кеткен аздай, сыртқы есікті артынша ашық қалдырады. Кіріңдер, тонаңдар. Ал мен бастысы бірінші орын ұстап алсам болды дегендей ғой. Үйіңде мынадай жағдайлар болғаннан соң бәрін тастап мектепте қонайын деп отырсың ба? Ал кіреберіс не үшін жанып тұр? Қазір ғана мынау күйіп кетіп еді ғой. Суреттің астында ештеңе жоқ. Оқушылар шығып кеткеннен соң астына 8 сан пайда болады. Сағаттарың жөндесеңдерші, әлі 11-ден 27 кетіп тұр ғой. Тағы да Долтонның аю бері қарап жатады да, медбике пледті жөндеп жатқанда өкпелеп қалады. И мне страшно. Он тоже мой сын. Я не о том. Мне страшно за Долтона. Мен де қорқам, өйткені ол менің ұлым. Жоқ, мен ол жайында емес, мен Долтон үшін қорқам. Екеуі бір мағынаны білдіреді ғой. Сценаристің ручкасы жазбай қалды ма мына жерінде? Джоштың қолы қосқышқа жетпей тұрып, қосымша жарық жана бастайды. Көз алдынан мына әруақты қалай байқамауға болады? Одан кейін ол көзге түсіп жүгіріп жүреді ғой. Бөлмеге кірерде стоп жазуы түгелмен көрініп тұрады. Ал Рене бөлмеден шыққанда стоп сөзінің пи әрпі тығылып, клавиштің жатысы өзгеріп кетеді. Ескеретін болсақ, бөлмеде есіктен басқа ештеңе қозғалған жоқ. Рене де бұларға тиісіп үлгермеді. Бұл не болды тағы? Рене мұндайды көргеннен инфаркт алып ауруханада жатады ма? Әлде шизофрения болып жындыханадан шыға ма? Жоқ, жай ғана жылап алады да, үйге енесімен священник шақырады. Спрашиваю, что тебе нужно. Адам түсінде мұндай құбыжықты көргенде сұрақ қоймайды. Не тілін жұтып сөйлей алмай қалады, не шошып оянады. Егер есік ашылмай жатса, тұтқаны басып итерудің орнына еріксіз ары-бері жұлқылай беру керек екен. Аппараттың дыбысына қарағанда үйде жын елестер емес, радиация көп сияқты ғой. Вызывай Элис. Сейчас. Қазір деп алып азанда шақырыпты. Я не знала, работает ли звонок. Ничего, Простите. заходите. Ал басып тексеруге болмай ма? Ужасно огромные, жуткие черные глаза. Біз көргенде көзі қара емес сияқты еді негізі. Рене суретті қолдан тартып алғанда, суретте салынып біте қалады екен да тегі. Баяғыдан бері ілініп тұрған қорқынышты баланың салған суретіне енді мән бере бастағаның қызық екен. Хоррордың атасы деп мақтайтын бұл фильмде мына сцена маған күлкіден басқа эмоция туғызбады. Жазылып басталған жазу алдыңғы парақтағыға ұқсамайды. Және көрші кадрларда жазулардың почерктері өзгере бастайды. Долтонға Люди Икстардың әруағы кіріп кетті. Шайтан бөлме жарығынан қорқады екен. Джош жерге құлағанда бір орындық етін. Гарри жарықты жағуға бара жатқанда арадан тағы бір орындық туындайды. Долтонды астралдан табу үшін ыңғайлы шамда дайын тұрады. Сосын ол шам оң қолдан сол қолға секіріп үлгереді. Кадрға тұман шашып тұрған түсірілім тобы түсіп қалады. Джош есікке бұрылып кіреді. Келесі кадрда соны қайтадан істейді. Зұлым бас кейіпкерді өлтірудің орнына лақтырып жібереді. Қалыпты жағдай. Осы жерде шайтанның ақмақтығы. Артынан аңдып мәнсіз жекпе-жек ұйымдастырғанша неге әкесі мен Долтон құшақтасып тұрғанын пайдаланып, комада жатқан Долтонның денесін тез арада иеленіп алмайды?
Әй оны қош, бұл жерде бір емес, екі тірі дене жатыр ғой. Жердің сілкінуі тек светильникке қатысты. Басқа заттарды мазалауға болмайды. Мұндай вазаны кім сатып алып береді одан кейін? Ал светильниктер кадрға түскен кезде ғана кезекпен өше бастайды. Спекс Лоррейннің белінен ұстап тұрып жібере салады. Аруақтар Джош пен Долтоннан бұрын қалай ерте жетіп алды? Такси ұстап келді ма не? Шайтан әлі бөлмеден бөлмеге қыдырып жүр ма? Сәл графикаға мән бергенде мына сцена қорқынышты көрінер еді. Ей, о кемпірде нең бар? Денеңе барып жайғаспайсың ба тез-тез? Есікті ашып беретін тағы бір швейцарды байқауға болады. Джоштың мынадай дауысын уақытысында естімей, Элистің тұншығып өлгеніне дейін қалай кешігіп келуге болады? Композитор Джозеф Бишара. Мына ғажап композитордың фамилиясы қазақша түсінетіндерге біртүрлі екен.